Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында блендерден фарш жасайтын боламыз және оның сақталу жолдарын үйренеміз. Ол үшін бізге ет қажет болады. Өз қалауыңыз бойынша жылқы, сиыр, қой еттерін таңдап аласыз және оны майдалап, бөлшектеп турап, осындай блендерге салатын боламыз. Блендерді 8 секунд айналдырамыз да ыдысымызға фаршымызды саламыз. Ал ендігі кезекте біз дайын болған фаршымызды морозильникте сақтау жолдарын көрсетемін. Ол үшін бізге осындай салафан қажет болады және осындай салафанның ішіне біз фарштарымызды алып, осылай жан-жағына дейін жеткізіп салатын боламыз және тегістеп, жұқа етіп жаямыз. Сонда бізде морозильникте жақсы әрі ұзағырақ сақталынатын болады. Ал менің фаршым 3 салафан шықты. Егер де сіздерде осылай сақтайтын болсаңыздар, морозильникте көп орын алмайды және де оңай еритін болады.